Мұстафаев Рулан Нұрланұлы 22 жыл педагогикалық өтілі бар педагог сарапшы санатындағы мұғалім. 2010-2011 оқу жылынан бастап номері 207 Жаңатұрмыс орта мектебінде мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарып келеді. 2019 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Nobel Education халықаралық педагогикалық орталығының шаңырақ қауымдастығы арқылы тұлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру тақырыбындағы курсынан өтті. 2021 жылы мемлекеттік рәміздерді насихаттау жөніндегі ұлттық орталығының біліктілік арттыру курсынан өтті. 2019 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі педагогикалық шеберлік орталығының педагог кадрларының біліктілігін арттыру мектептегі мұғалім көшбасшылығы курсын аяқтады. 2021 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша білім берудегі менеджмент бағдарламасын аяқтады. Балалар тәрбиесіне, келер ұрпақ тәрбиесіне қай кезеңде болса да, қай елде, қай ұлтта болмасын үлкен мән берілген. Өйткені бала қоғамның болашағы. Қазіргі заман талабына сай оқу тәрбие жұмыстарының түрлері, өткізу іс-шаралары үнемі өзгеріп, жаңарып, дамып отыр. Мектеп бала мен тәрбие жұмысын ұйымдастырудың жеке адамның дамуына және қалыптасуында әртүрлі факторды үйлестіріп біріктірудің орталығы. Мұнда тәрбие түрлерінің сан алуаны жүзеге асырылады. Соның бірі мектеп театрының жұмысын мақтанышпен айтуға болады. Естіген жыл сөзім осы болды. Не, мына ішінде сәкінінде, бейімбеттінде, астында және мына оққан жүрген үстінде тақыр бар. Бұның сен ұстап деген сен емес, өздерен, өз қазағы. Дебат 21 ғасырда ұшқыр ой алаңына айналып отыр. Қазіргі таңда оқушылар арасында кеңінен тарады. Дебаттың пайдасы қандай? Пікірсайыс ойнаған адамның білімі мол болады. Өйткені бір қарардың айналасында көп ізденеді. Өзінің сөзіне, өзіне деген сеніммен өз ойын айтуды үйренеді. Бір жақты емес, екі тұрғыдан ойланып, кез келген нәрсенің пайда зиянын саралап үйренеді. Мектепте алтын ғасыр дебат клубы үзбей жұмыс жасап келеді және жетістіктері де жоқ емес. Мектеп формасы ұлттық үлгіде болуына қарсы шығып, бірнеше аргументтер ұсынды. Дегенмен ұсынған аргументтері әлсіз әрі солқылдақ болды. Әрбір оқу жылында мектеп оқушыларының 1/4, яғни 25%, қосымша білім беру мекемелерінде білімдерін шыңдап, таланттарын ұштайды, өнерлерін дамытады. Соның нәтижесінде көзге түсіп түрлі деңгейдегі байқауларда жеңімпаз болып өздерінде жан-жақты дамытып жүрген шәкірттер аз емес. 7-ші сынып оқушысы Жолбарыс Аслан эстрадалық ән жанры бойынша түрлі деңгейдегі байқауларда бас бәйгені иеленіп жүр. Аудандық спорт мектебінің жас спортшылары мектебіміздің мақтаныштары. Күрес, дзюдо спорттық жарыстарында тұғыр биігінен көрініп, жүлделі болуда.